Сәлем, құрметті көрермен. Бүгін YouTube арнасында өзінің алда ойлап жүрген оқырман күнделігінің екінші шығарылымын түсіріп отырмын. Мен есім Ақерке. Кітап оқығанды, таңдаулы, таңдамалы фильмдер көргенді, экранизациялар көргенді жақсы көремін. Араларыңызда дәл мендей осындай әдебиет әлеміне қызығушылар бар болса, бірге пікір таластырып, әдемі шығармалар туралы ой бөлісіп отырайық. Бүгін мен сіздерге комикстер туралы айтып өткім келеді. Себебі өзімнің кітапханамда біршама комикстер коллекциясы бар. Кішкентай кезімнен негізі өте көп комикстер жинап өстім. Себебі мен кішкентай бауырым әрдайым соған құмар болды. Соған оқып, алып беріп жүргенде өзімде қызығушылығым ояна бастады. Қазір 20-шы жылы, жалпы 2010-нан бастап, 2008-ден бастап комикстер киноиндустрия арқылы өте кең танымал бола бастады. Біз әрқайсымыз көріп білмесек те Человек-паук, Өрмекші адам, немесе Супермен, Бэтмен сынды танымал жаңағы герой дейміз, яғни кейіпкерлерді, қаһарман кейіпкерлерді танитын шығармыз баршамыз. Олардың түп тамыры қайдан келген, кім ойлап тапқан, неге ондай мәдениет бар, комикстер мәдениеті, оның болу шығу себептері, тарихы сынды мәселелерді бүгін кішкене айтып өтсем бе деп ойлаймын. Біріншіден былай айтқым келеді. Комикстер мәдениеті шынымен де үлкен өзінің ғылыми, танымдық саласы бар, тарихы бар, өзінің үлкен аудиториясы бар. Кезінде енді Америка жақтарда, теңіздің ар жағында танымал болса, қазіргі таңда біздің елдерде комикстер өте танымал, жаңағы сұранысқа ие бір құбылыстың бірі деп айтсақ болады. Жалпы комикстердің тарихы сонау 18-17 ғасырлардан басталады. Бастау алғанда нақты әдебиетпен байланысы болмайды. Көбіне баспасөз, яғни газет, журнал индустриясымен байланысы болады. Ол бірінші қандай байланыс? Газет жанрында баршаңыз білесіз, карикатура деген жаңағы шығармашылық жоба болады. Яғни болған оқиғаны суретпен баяндап жаңағы жеткізу. Жалпы комикс дегеніміз ағылшыннан аударғанда білесіздер, ол күлкілі, сондай бір жеңіл күлкі әкелетін оқиғаның желісі бойынша жазылу керек болатын, және басында солай болды. Американың да 20-шы ғасырдың басы, 19-шы ғасырдың ортасынан бастап комикстер газеттерде жиі жариялана бастайды. Қысқаша әңгімелер, түрлі түсті жаңағы баспа шыққан бастап жаңағы көбінесе сары түсті қолдана бастайды. Сондықтан жаңағы неде журналистика саласында жалпы көпшілікке белгілі жаңағындай термин бар, желтая пресса. Сол желтая пресса деген терминнің пайда болуының өзінде осы комикстердің даму тарихына тікелей байланысы бар. Өзінің кішкентай ғана конспектім бар. Жалпы осы айтып кететін болса, ол карикатурамен байланысы, сосын анекдоттармен байланысы бар комикстің. Жалпы газет жанрынан шығады. Газет жанрынан шығып, 19-шы ғасырдың соңы, 20-шы ғасыр басында өзінің жеке жанр ретінде жаңағы дамуын бастайды. Бірақ комикстің жалпы өзін біз қазір танитын, білетін осындай қолындағы комикстардың тарихы, негізгі тарихы әрине де ол ұлы отан, біз үшін ұлы отан соғысы, әлемдегі екінші дүниежүзілік соғыстың кезінде үлкен танымалдылыққа ие болады. Яғни сол кезден бастап комикстердің дәуірі 3 кезеңге бөлінеді. Ол дегеніміз алтын дәуір, алтын ғасыр деп айтады, дәл орыс поэзиясындағыдай күміс ғасыр және қола ғасыр. Алтын дәуір 1938-1955 жылдар аралығында өтеді екен. Дәл сол жаңағы кезеңде Супермен сынды ең алғашқы қаһарман
пайда болады, және ол қаһарманды барлықтары өте қатты жақсы көреді. Себебі сіз өзіңіз датаға қарағандай, жаңағы екінші дүниежүзілік соғысы өтіп жатқан кезде халық қаһарманға сондай бір мұқтаждығы бар. Жаңағы ел үшін, бірлік үшін, сосын бейбіт өмір үшін күрескер кейіпкер өте қажет, ауадай қажет болады екен. Сол балаларға сондай патриоттық сезімді ұялату үшін Супермен пайда болады. Одан кейін әртүрлі комикстер үйінде, жаңағы баспа үйлерінде Бэтмен, жаңағы қарақшылармен төбелесетін деп енді өзіміздің тілде айтқанда. Одан кейін Капитан Америка пайда болады. Бұл енді алтын дәуірде болып саналады. Комикстерді халық өте жақсы оқи бастайды, балалардың барлығы сатып алады, үлкендер де оқиды. Комикстің жаңағы сапасы да арта бастайды. Одан кейін 1956-1972 жылдар аралығында комикстердің күміс дәуірі өтеді. Ол кездегі ең басты кейіпкер Флэш, DC Comics баспа үйінен шыққан қаһарман. Флэш дәл солай жаңағы жамандықпен, сондай зұлымдықпен күресіп, және ең бастысы өзінің жаңағы тез жүгіру арқылы балаларға өте қатты қызықты болып көрінеді. Қызыл костюмы бар. Мына жерде мен суреттерін қойып отырамын. Одан кейін 1973 жылы және 1985-86 жылға дейін комикстердің қола дәуірі. Бұл дәуірлердің бөліну әрине де сапасын анықтамайды, себебі үш дәуірде өте керемет дәуір болып саналады. Себебі мысалы қола дәуірде шатаспасам 60 жылдары Өрмекші адам, Человек-паук дейді. Қазіргі өте танымал фантастическая четверка, Халк, Тор, Люди Икс, Железный человек сынды қаһармандар дәл сол кезде жаңағы шығармашылық топтарының ойынан шығарылған екен. Енді тағы комикстер тарихынан айта кететінім, комикстер жайдан жай пайда болған жоқ. Әрине де олардың бір қажеттілігі болды. Мәселен, жаңағы мен айтып отырғандай, екінші дүниежүзілік соғысы кезінде балалар үшін қаһармандық, патриоттық сезімді ұялататын осы әдебиет керек болған шығар. Ертегілердің орны кішкене алыстап, енді уақыт өте келе бір жаңа қаһармандар керек болды. Себебі егер өзіңдеріңіз байқасаңыздар, қаһармандар осы комикстегі енді батыс жақтағы, мен қазір басқа елдердегі аналогтарды айтып жатқан жоқпын, сол қаһармандардың бойындағы қасиеттер, ол сол ертегідегі батырлар, мысалы мына қазақ елінің, түркі халықтарының батырлары, Алпамыс батыр, біз білетін Қобыланды батыр, Жеті батырдың жыры бар, жаңағы ертегі бар, ертөстік туралы. Сол жаңағы мысалы эпостық баяндауларға өте жақын. Және сонымен бірге мысалы орыс халқында өте жаңағында богатырские былины, Алеша Попович, жаңағы Илья Мурин сынды баһадүр батырлар туралы эпостарға ұқсайды. Яғни соның бір орнын басатын бір дүние керек болған шығар. Егер бізде енді мысалы осы қазақ халқында, орыс халқында ол бар болатын болса, ал Америка халқы үшін ондай түбі тереңде жатқан сондай фольклорлық ертегіні жаңадан ойлап табу керек болды. Себебі Америка халқы жалпы өзінің дәуірін кейін бастады. Бұл енді бір біз қазақ сияқты, орыс сияқты түбі тереңге кеткен жаңағы ұлт болмағандықтан оларға жаңағы фольклорды қайта құрастыру керек болды. Сол кезде осы қаһармандар, комикстер сюжеттері пайда бола бастады. Екінші жағдай, жаңа қола дәуір дедік қой, 60-70 жылдары соғыс біткеннен кейін неге комикстер әлі де танымал, неге сондай сұранысқа ие десеңіздер, дәл сол кезде комикстер жаңағы газеттік жанрдан шықты ғой түбі. Сол газеттік жанрдан шыққаннан кейін қоғамдағы, әлеуметтегі өзекті мәселелерді көтере білді өз жаңағы сюжеттерінде. Мәселен, 70-60 жылдары
комиксте қаһармандар тек қана жаңағындай фашизм, нацизммен қарсыласпай, қарақшылармен бірге күресе бастады, қарақшыларға қарсы күресе бастады. Наркомандар тақырыбын, алкоголизм, сосын қоршаған ортаны қорғау тақырыбын көтеріп, осы қаһармандар сондай проблемалардың ішіне, сондай мәселелердің ішіне көміп кете қалды да, ол әлі де өз өзектігін жоймады. Одан кейін 80 жылдардан кейін, 90 жылдардан кейін Америкада керемет жаңағындай танымалдылыққа ие болса да, бізге әлі қатты жете қоймаған. Бірен сарандар біледі, енді комиксті шетелден алып келіп оқитындар. Дегенмен де білесіздер, кеңес дәуірі кезінде біз кішкене жабық халық болғаннан кейін сырттан көп нәрсені әкелмейміз. Сондықтан да комикстерге қатты мән бере қоймадық. Әлемде өте қатты танымал болса да, мәселен Жапонияда комикстердің өз жаңағы нұсқасын шығарып алды. Оларда манга деп аталады. Баршаңыз білетін шығарсыздар, қазірде өте танымал анимациялық жанры бар. Аниме деп өздері атайды. Бәрі көреді, сол жаңағы аниме мангалардың желісі бойынша жазылады екен. Менде негізі коллекциямда бір манга бар, бірақ қазір өзім таба алмай отырмын. Кейін сіздерге көрсетермін, қызықты болып жатса. Бұл қысқаша ғана, өте қысқаша қысып бүкіл бар самый сок дейді ғой, орысша айтқанда. Кешірім өтінемін, орысша жаңағы сөздер, тіркестер кетіп қала береді, енді біз оны түзетуге тырысамыз. Самый сок жаңағы ең өзектісін айтып өттім. Енді өзімнің коллекциямдағы комикстарды сіздерге көрсетсем ба деген ойым бар. Себебі мен комикстарды өте қатты жақсы көремін. Комикстарды мәдени және әдеби бір құбылыс ретінде қабылдаймын. Себебі комикстардың сюжеттік желісі, кейіпкерлер жүйесі, кейіпкерлердің әртүрлі типажы, таңдаулы типажы немесе жаңағы өзіндік былайша айтқанда негізі әдеби жаңағы архетиптарға құралған. Ол туралы да өте көп айтуға болады, бірақ мен бүгін тек қана сіздерге комикстарымды көрсетсем ба деген ойым бар. Бағана айтып отырғандай, комикстардың әртүрлі баспа үйлері болады. Ең танымалы ол DC Comics, детектив комикс баспа үйі, жаңағы Супермен, Бэтмен, Флэш сынды, Зеленый фонарь сынды қаһармандарды жаңағы көрермендерге, оқырмандарға таныстырған. Одан кейін екінші танымал баспа үйі ол Marvel, жаңағы өрмекші адам, железный человек, кек алушылар деп бізде аударып жатыр ғой, мстители. Осы Marvel баспа үйінен шыққан. Одан бөлек өте көп, әрине танымалдыларынан тағы да бір екеуін атап өтсем, Dark Horse, сосын Image Comics деген баспа үйлері бар. Бірақ олардың енді кинодағы орны аз болғандықтан көбісі біле бермейтін шығар. Тағы да айта кететін жағдай, қазіргі таңда біз тек қана кино саласы бойынша Голливудтың түсірген жаңағы картиналарынан кейбір қаһармандарды біліп жатамыз. Бұл бізге бір жай ойыншық, балалардың ойыны сынды көріп жатады. Ал шыны керек, Америка сол жаңағы Голливуд картиналары арқылы, сол түрлі түсті әдемі картиналары арқылы өз жаңағы идеологиясында оқырманға жаңағындай білдіртпей, енді оқырман, көрермен дегеніміз ол кішкентай балалар ғой, көбінесе үлкен адамдарды көп көрмеймін, кинотеатрға жаңағындай таласып барған билеттерді алып. Сол жаңағы балаларымыз көріп жүрген, бауырларымыз көріп жүрген дүниенің қайдан шыққанын, төркінін білу үшін және оны балаға дұрыс түсіндіру үшін. Яғни бұл біздің Алпамыс батыр, біздің Қобыланды батыр сынды батырлары жоқ халықтың ойлап тапқан кейінгі фольклоры. Бірақ ол түрлі түсті әдемі безендірілген соң, өзекті мәселелерді айтқан соң, әдемі қыздар, әдемі жігіттер түскен соң киноға әрине де бізге қызықтырақ болып көрінеді. Негізінде біздің Қазақстанның өзінде жақсы комикстар қазір шығып жатыр. Өкінішке орай қазір қолымда жоқ. Астанада қайтып келген соң
көрсетуге тырысамын. Инстаграм парақшасында міндетті түрде бөлек пост жазамын. Қазақша да комикстер, керемет комикстер бар. Соны төркінін білу үшін қазір бірнеше комикстер сіздерге көрсетемін. Мүмкін қызығып қарайсыздар, және бұл ағып жатқан ақпараттар заманында сол ақпаратты сүзіп алатындай, кішкене болсын осындай кішігірім таныстырылым ұйымдастырғым келген болатын. Менің қолымда қазір DC комикстар үйінің бірнеше комиксі бар. Комикстар негізі үйде көп емес, бала кезімізде көп болатын. Біз оларды жоғалтып алдық. Бір чемодан комиксті әлі күнге дейін табамыз деп ойлаймыз. Не жаңағы әкеміздің гаражында немесе кладовкада қалып қойған болар. Бірақ үйдегі комикстар қазір тек қана жаңа кейінгі кезде алып жүрген комикстар. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай 21 ғасырдың басында комикстердің тақырыбы өте күрделене бастайды. Антигерой деген түсінік пайда болады. Антигерой жаңағы қаһарманға қарсы шығатын зұлымдық бейнелері көрерменге жақынырақ болып көрсетіледі, солай жазылады. Бұл негізі кішкене қорқыныштылы, бірақ оның өзіндік бір себебі бар. Міндетті түрде ол туралы айтып өтуге болады. Менің қолымда өзінің ең сүйікті комикстарының бірі Бэтмен убийственная шутка дейді. Бэтменнің ең басты қарсыласы Джокердің кішкене тарихы айтылатын. Және қазір мысалы фильм түсірілді ғой, Джокер туралы өте Хоакин Феникс ойнайды, өте танымал фильм. Өте ауыр фильм, бірақ балалар соңында да көрді. Енді ішіндегі бірақ тақырыптар өте ауыр. Тек қана 18-ден асқан балаларға көруге ғана берілетін киноны өкінішке орай бізде 5-6 жасар балалардың өзі көріп жүр. Бұл комиксті мен алғаш рет Петербургқа келгенде алған болатынмын. Қарап өтсіңдер, қазір жақыннан көрсетем. Мынандай әдемі супер обложкасы бар. Теріден жасалған сынды Бэтменмен жаңа қарсыласы, және жан-жағында ха деген суреттері бар. Өте әдемі, өте жаңағы сапалы жасалған. Мына жағында мұны көріп отырсаңыздар, көрдіңіз ме? Көрмейді. Жаңағы картаның несі, Джокер картасының бейнесі бар. Комикс өте сапалы жасалған. Жалпы америкалық комикстар әрине де енді сапа жағына келгенде өте керемет жұмыс жасайды. Сондықтан ол үлкен ақша келеді, себебі бұған өзіне үлкен ақша, шығармашылық күш жұмсалады. Бұл комикс Бэтменнің басты қарсыласы Джокердің кішкене қайдан пайда болғаны туралы сыр шертеді. Өте қызықты. Мен жалпы Джокерді өзім сондай қарсы персонаждардың ішінде, кейіпкерлердің ішінде жақсы көргендіктен оның тарихын өте қатты білгім келді, және осы комиксті сол кезде алған болатынмын. Ол кезде магистратурада 1-ші курста оқымын. Өте әдемі, қарап отырсаңыздар, енді оқығанда көңіл да тояды, көз да тояды. Тақырыбы ауырлау, әрине мыналарды балаларға оқитын графикалық әңгіме ғой, енді балалар оқитын әңгіме деп айта алмаймын. Дегенмен де кейбір балалар оқиды. Мен балалар мәселен осы комикстарды оқиды. Екінші осы DC комикс. Бұлар енді қарапайым комикстар. Мен DC комикстарды компаниясынан шығарған сюжеттерді қатты керемет жақсы өстім деп айта алмаймын. Қатты білген де жоқпын. Кейін осы кинолар шыққанда көре бастадым. Кристофер Ноланның трилогиясы шыққанда осы Бэтменмен жақынырақ таныса бастадым деп ойлаймын. Оған дейін тек қана режиссердің аты кім еді? Танымал режиссер, великий ужасный. Тим Бертон. Тим Бертонның киносынан білетінмін. Міне сол DC комикстан жап-жаңа, біз ашуға қимаймыз. Мен бауырым коллекция жинағанды осындай неде сыртымен жинағанды жақсы көреді. Бірақ бұл өте керемет комикстар. Бұның сюжеттерін біз
білеміз, сондықтан ашпадық, тіпті қарамадық, бірақ бір күні ашып ішіміз пысқанда оқитын шығармыз. Бұл Бэтмен, человек, который смеется деп аталады. Мен үшін бұл номер өте ерекше, себебі человек, который смеется, отсылка дейді. Аллюзия, отсылка, қазақшасын білмедім. Француз классигі Виктор Гюгоның романы бар, человек, который смеется. Өте керемет роман. Ана жолғанда сол роман туралы айттым, айтпадым ба, есімде жоқ. Өзімнің инстаграм парақшасында міндетті түрде айтып өткен болатынмын. Сол кітаптың басты кейіпкері Виктор Гюго жаңағы өзі ойлап шығарған, сол 19 ғасырда өте өзекті болған сол персонаж осы Джокерді жаратуға себеп болған, жаңағы шығармашылық вдохновение деп айтамыз, сондай шығармашылық негізі дейміз бе, енді қалай айтсақ болады. Соған қарап бейнесін жасаған болатын. Және бұл комиксте сол жаңағы человек, который смеется деп Виктор Гюгоның кейіпкеріне отсылка жасап отыр. Міндетті түрде қарап оқып көріңіздер, өте керемет комикс. Екінші комикс бұл да керемет, сыртын қараңыздар, қандай әдемі жасалған. Егер Бэтмен тарихын білетін болсаңыздар, сюжеттік желісін Бэтменнің ең жақын жаңағы досы, бір жағынан дос деп айтуға болады, дворецкий өзінің жаңа көмекшісі болады, Альфред. Сол Альфредпен Бэтменнің жаңағы жыртылған костюмы ұстап тұрған, енді өзі әкесіндей, әкесінің орнын басқан адам болады, сол әкесіндей болған адамның Бэтменнің жыртық костюмы ұстап тұрған осындай бейнесі өте драматик. Менің ойымша керемет, енді бұны иллюстрацияларына айтатын шүбәм жоқ ешқандай. Және бұл комикстің ерекшелігі бәрі менде әдебиетпен байланысты болғанда ерекшелігіне түседі. Нил Гейман менің сүйікті жазушыларым бірі. Нил Гейман осы комиксті жазуға атсалысқан. Екі осындай автор бар. Осы Нил Гейманды атап өтейін, себебі ол өте белгілі жазушы. Тағы да бір комикс, DC комикстің соңғы менің комиксім. Бұл Бэтмен Харли Квин, Джокердің сүйікті қызы, өзінің жаңағы сүйікті дегенде араларында керемет, енді біздің ойымыздағы романтикалық махаббат емес, дегенде бір сондай сумасшествие бар. Екеуі де Бэтменға қарсы тұрады, бірақ соның ішінде өзі жаңағы Харли Квиннің махаббаты бар Джокерге деген. Қызықты, Харли Квин жалпы өте қызықты персонаж, жеңіл, сондай әдемі, Марго Робби сондайды. Қазір кинодағы рөлін. Бұл менің DC комикстар бойынша, міне осындай ғана коллекциямда комикс бар. Енді екінші, тезірек мен көп сөйлеп кеткен екенмін, 20 минуттан асып бара жатыр. Екінші сіздерге бірден Marvel баспайынан шыққан кино, есілдердің кино болып тұр. Комикстарды көрсетіп өтейін. Міне керемет комикстардың бірі серия. Бұл Дэдпул деген мен сүйікті персонажым. Бұл антигерой болып саналады, наемный убийца, киллер. Бірақ өзінің бір сондай бір ерекшеліктері бар. Жаңағы театрда, кинода четвертая стена деген жаңағы түсінік бар, яғни көрермен мен кино арасында кейіпкердің сөйлесуі. Сол көрерменді біліп, өзінің персонаж комикста екенін білетін осындай жалғыз ғана емес, бірақ осы аз кейіпкерлердің бірі осы Дэдпул өзінің комикста екенін біледі де, мына жерде комикста екенін біледі де, осы комикстағы бүкіл персонаждарды өлтіруге бел болады. Және бұны Дэдпул уничтожает вселенную Марвел деген бірінші комиксы өте қызықты. Екінші комиксы Дэдпул енді Марвелдің бүкіл персонаждарын өлтіргеннен кейін олар қайта тіріле бастайды комикстің ішінде. Сол кезде ойлайды, неге олай болды екен деп зерделегенде бұл персонаждардың түпкі тамыры әдебиетте екенін түсінеді. Сол кезде Дэдпул уничтожает литературу. Бұл менің ең сүйікті
сүйікті комиксім, себебі бұл жерде Шерлок Холмс бар, Том Сойер бар, керемет бүкіл персонаждар бар, жаңағы әдебиетте танымал. Міндетті түрде жақыннан түсіріп көрсетемін. Өте әдемі салынған, әр бағана көрсеткен бүкіл комикстардың арасында артында мындай қосымша мәлімет бар. Жаңағы альтернативная обложки деген сияқты зарисовки. Осындай әдемі комикс. Және үшінші Дэдпул өлтіреді, Марвелдің бүкіл әлемін, әлемде кейіпкерлі, бірақ қайттан орны. Әдебиет өлмейді, өнер ешқашан өлмейді. Сол кезде Дэдпул тағы да Дэдпул уничтожает вселенную Марвел, опять тағы да сондай бір попытка жасайды. Бірақ енді оны қалай бітетінін, егер қызықты болса, өзіңіз оқып қараңыз, мен айтпаймын. Сонымен қатар Дэдпул туралы осындай кішігірім комикс бар, бұл өте қызықты. Веном деген персонажбен Дэдпул кейіпкерінің бірлескен бейнесі. Мына комикс мен оқып шықтым. Осы жақында кішкене андай күлкілі, осындай юморға бағытталған екен, сатираға, юморға. Бұндай комикстер өзі Марвелден сатып аламын, 1000 теңгенің көлемінде тұрады. Қымбат емес, қызықты, енді бос уақытта оқуға болады. Содан кейін мына жерде енді жаңағы серьезный комикстер сериясы басталды. Растамаха, Люди Икс комикстер әлемін танитын болсаңыздар, оның басты кейіпкерлердің бірі Растамаха деген қаһарман, мутант бар екенін білесіздер. Жалпы бұл Люди Икс туралы әңгіме бөлек, себебі Люди Иксте жаңағы нацизм, расизм қазір өте өзекті болып отырған жаңағы таптық бөлініс, адамның ішіндегі жаңағыдай арпалыс, қызығушылық, қызғаныш, зұлымдық, қаһармандық, жақсылық, жамандық, осының бүкіл адамның табиғатында бар нәрселерді әшкерелейтін комикстер сериясы деп білемін. Люди Икс сериясы бәріне ұнап жатады, себебі экранизациясы да өте бұрыннан басталған, 99 жылдан бастап. Осы Росомаха комиксі желісінде кинода түсірілген. Росомаха деген кассасы өте керемет болды. Хью Джекман басты рөлді сомдаған. Кино өте әсерлі болып шықты және өте танымал, сондай критиктер, сыншылардың тарапынан да жақсы баға алған кино болып шықты. Сол киноның негізін осы комикс құрайды, бірақ бұл комикста кішкене жаңағы айырмашылық бар киномен, және кино өзі бір бөлек әдемі түсірілсе, мына комикс бөлек әлем, бұл да өте жаңағыдай трогательная история дейді ғой, өте әсерлі, апокалипсис тақырыбы бар, сондай бір өте ерекше комикс. Мен оқыған комикстар ішіндегі ең ерекше комикстардың бірі. Қарап көріңіздер, міндетті түрде осы комикстан бастауға кеңес беремін тіпті. Және де 2 комикс бар, мен оларды шыны керек оқып үлгерген жоқпын. Екеуі менің балаларымнан ең сүйікті кейіпкері өлмекші адам туралы. Мына кітапты қарасаңыздар, өте ауыр, көтеру, көп көрсете алмаймын. Бұл жерде, бұл комикс Человек-паук өлмекші адам туралы қарап отырсаңыздар, өте көлемді, бұл графикалық роман болып есептеледі. Комикстар ішінде сөзсіз бестселлер, сөзсіз классикаға жататын комикстардың бірі. Біз сондықтан да өз коллекциямызға осыны алуға шештік. Оның үстіне бауырым өте қатты жақсы көреді, осы комикстарды оқып өскен.
сондықтан да осы коллекция үшін алған болатынбыз, бірақ бұның ішінде не болатынын мен білемін. Бұл жерде өте қызықты сюжет. Мына Человек-паук және оның қарсыласы екеуінің орны ауысып кетеді. Тек қана осыны ғана айта аламын. Одан кейінгі сюжет өте қызықты. Егер сізде ұнататын болсаңыз, міндетті түрде қарап көріңіз. Енді соңғы комикс, бұның ішінде де мен білмеймін дегенде не болатынын білемін, бірақ әлі өзім қолыма алып оққан жоқпын, үлгерген жоқпын. Жаңа келген комикс заказ жасаған болатынбыз, тапсырыспен алдырдық. Бұл комикстен бастамау керек, бірақ егер де жаңағындай өрмекші адамды өзгеріп кетті. Бұл комиксті ең соңында егер өрмекші адамның әлеммен толық таныссаңыз, осы комиксті кейін соңында қарап өтуге болады. Бұл да комикстер классикасына жатады, кішкене көлемі де үлкендеу. Міне осы мен қолымдағы комикстер коллекциясымен таныстырып өттім. Бұл да мәдениет, әдебиет әлеміндегі бір жаратылыс, бір құбылыс деп білемін. Сондықтан да осы оқырмандық күнделігінде осы комикстер туралы да айтып өткенді жөн көрдім. Ұнады деген ойдамын. Сіздердің араларыңызда да не сияқты осындай комикстерді жақсы көретін, оларды талдауға тырысатын адамдар бар деп ойлаймын. Себебі мен әр комикстағы қаһармандарды бүгін айтып өткен әдеби архетиптермен талдағанды жақсы көремін, және сондай бөлек арнайы видеода түсіруге болады. Егер сіздерге қызықты болып жатса, міндетті түрде комментарийларға жазып өтіңіз, мен сондай видео түсіріп сіздерге көрсетермін. Жақсы, күндеріңіз сәтті өтсін, көп оқиық, көп ізденейік. Былай айтушы еді ғой, мектепте білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар. Сондықтан да білімдерімізді әрқашан толтыра берейік. I like it when you take control, even if you know that you don't own me. I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing the song if she reads all the lyrics. She'll pity the man I know. So you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just always a puff guy. I'm the bad type.